Курица в гриле, KFC, тауық аяқтары, чикен деп айтпай қояйын, кәдімгі окорочканы, магазинде сатылатын окорочканы маринадта пеште пісіретін боламыз. Ол үшін 1 ас қасық мед, 2 ас қасық кетчуп және де 2 зубчик чеснок, өзіңіздің қалаған приправаңызды және қара бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Және де тұз қосуды ұмыт кетпеңіздер, тұз өте маңызды. Одан соң ыдысымызға фольганы төсеп, біздің окорочкамызды екі жағына жақсылап бірдей етіп, соусымызды жағып шығамыз. Біздің фольгамызды жақсылап орап, алғашқы кезде фольгамен 30 минутта 250 градуста пісіріп аламыз. Одан кейін фольганы ашып, тағы да 15 минут қызарғанша, керемет қызарғанша пісіретін боламыз. Шынымды айтсам, өте керемет болып шықты. Мен бұл окорочканы салат жасауда қолдандым. Дәмі өте ұнады маған. Егер ащы болған қаласаңыздар, қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осындай керемет, қызыл дәмі деген супер болып шықты. Медтің бір керемет дәмі шығады екен, өзіме қатты ұнады. Сіздерге де кеңес беремін, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Таңшолпан менің каналыма тіркеліп, және де сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға рахмет. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын.